Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4-ші сынып 96-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер. Бүгінгі сабақта біз кеңістікті ойлауды дамытатын логикалық есептерді шығаруды үйренетін боламыз. Бірінші есепке қарайық балалар. Сағым дегеніміз не? Сағым шөл даладан анық байқалады. Түйелердің көлеңкесіне қара. Олардың бәрі сәйкес келе ме дейді. Бізде суретте 4 түйе берілген. Бірінші түйенің көлеңкесі тура түйенің өзі секілді 4 аяғы, 2 өркеші бар. Екінші түйе тура солай. Ал үшінші түйеде бізде көлеңкесінде бір ғана өркеш көрініп тұр. Төртінші суретте де барлығы бірдей. Сонда балалар, сағым дегеніміз ауаның тығыздығына байланысты жарық сәулесінің шағылуынан заттың түрі бұзылып көрінетін құбылыс болып табылады. Енді екінші есепте сен фигураның жазбасына берілген тапсырмаларды орындауды білесің. Бұрышы қиып алынған текшенің жазбасын тап дейді. Бізде қиып алынған текшенің жазбасына 1 мен 2 сәйкес келмейді, тек қана 3 сәйкес келеді. Себебі кесіліп тұрған 3 бөлік құрастырған кезде бірінші суретке тура сәйкес келеді. Келесі үшінші есепке қарайық. Досыңнан пішіннің неше текшеден құрастырылғанын айтуын сұра. Ол өзінің есептеу тәсілін түсіндірсін дейді. Бізге балалар суретте берілген текшелер 3-тен берілген. Өзі 3, жанында 3, және оның үстінде тағы 3-ден 2 берілген. Сонда 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12 болады, және осы 12 текшеге бөлек тұрған бір текшені қосқан кезде 13 текше болады. Ал енді екінші суретке қарайтын болсақ, 4 текше берілген, оған жанында тағы да 2 текше қосылған, үстінде тағы 2 текше. Сонда 4-ке 2-ні қосып, оны 2-ге көбейткен кезде бізде 8 текше болады. Төртінші есепке қарайық. Қай фигураны бұрып қойды дейді. Асы және әсі берілген. Бірінші сурет негізгі берілген сурет, ал қалған үшеуі қайсы екенін табу керек. Сонда А жауабында бізде екінші жауап болады, яғни екінші фигураны бұрып қойған. Бұрған кезде ол бірінші суретке сәйкес келеді. Келесі екінші әсінде де екінші фигураны бұрып қойған. Себебі осы сары және көк түстер жоғарысында, ал қызыл ортада және жасыл мен көк астында берілген. Яғни екеуі бір-біріне сәйкес келеді. Екіншісі, ал 1 мен 3 сәйкес келмейді. Келесі 5-ші есепте бізде параллелепипед берілген. Осы бойынша кесте бойынша есеп құрастырып және шығаруымыз керек. Бірінші бізде А 6 см, Б 4 см, ал биіктігі С 2 см-ге тең. Сонда біз параллелепипедтің көлемін табуымыз керек. Шешуі В тең А көбейтілген В көбейтілген С. Сонда 6-ға 4-ті және оған 2-ні көбейтеміз. Сонда бізде 48 см куб шығады. Жауабы параллелепипедтің көлемі 48 см куб. Енді екіншісінде бізде биіктікті табуымыз керек. Бізге көлемі енінің ұзындығы берілген. Сонда А тең 16 дециметр, Б бізде 2 дециметрге тең. Көлем 128 дециметр кубқа тең. Сыны табу үшін біз көлемді бөлеміз А көбейтілген Б-ға. Сонда 128 бөлінген 16 көбейтілген 2 тең болады бізде 4 дециметрге. Жауабы биіктігі С тең 4 дециметр. Үшіншісінде енді бізге А тең 15 метр, С тең 3 метр, В тең 90 метр куб, ал біз Б-ны табуымыз керек. Сонда шешуі Б тең В бөлінген А көбейтілген С. Сонда 90-ды 15 көбейтілген 3-ке бөлген кезде бізде жауабы 2 метр шығады. Яғни ені бізде 2 метр. Келесі төртіншісінде көлем табуымыз керек. Бізде А 12 метрге, Б 3 метрге, С биіктігі 2 метрге тең. Көлем табу үшін үшеуін барлығын бір-біріне көбейтеміз. 12 көбейтілген 3 көбейтілген 2 ол бізде 72 метр кубқа тең. Яғни жауабы көлемі 72 метр куб. Бесіншісінде де осылай. А бізде 35 дециметр, Б бізде 2 дециметр, С 1 дециметрге тең. Көлем тапқан кезде 35-ке 2-ні және оған 1-ді көбейтеміз. Сонда жауабы 70 дециметр куб болады. Яғни жауабы көлемі бізде 70 дециметр куб. Алтыншысында бізге ұзындығы ені берілген, көлемі берілген. Біз биіктігін табуымыз керек. Сонда А тең 46 см, Б тең 30 см, көлемі 27600 см куб. Енді биіктікті табу үшін С тең В бөлінген А көбейтілген Б. 27600 бөлінген жақша ішіндегі 46 көбейтілген 30, бұл болады тең 20 см-ге. Яғни жауабы биіктігі С тең 20 см болады. Келесі 6-шы есепте дейді. 83600-ді 76-ға бөлген кезде бізде 1100 шығады.
576 мыңды 16-ға бөлген кезде 36 мың болады. 68.441-ді 89-ға бөлген кезде бізде жауабы 769 болады. Енді екінші баған бойынша 219.368-ді 68-ге бөлгенде 3226. 428.452-ні 94-ге бөлгенде 4558 болады. 44.370-ті 58-ге бөлгенде 765 болады. Енді үшінші баған бойынша 59.236-ны 59-ға бөлсек 1004, 446.376-ны 84-ге бөлген кезде 5314 болады. Және соңғысы 645.888-ді 96-ға бөлген кезде 6728 болады. Келесі жетінші есеп тапсырманы орында. Бөлмеге линолеум төсеу үшін жұмысшы бөлмедегі арқалық қойылған жерді қоспай, бөлменің ауданына тең линолеум бөлігін сатып алуы тиіс. Бөлменің жалпы ауданы, арқалық қойған жердің ауданы және пайдалы ауданды табуымыз керек. Бізге арқалықтың және бөлменің жалпы аудандарының ұзындықтары мен ендері көрсетілген. Сонда шартын құрайық алдымен. А тең бізде 9 метрге жалпы аудан бойынша. Б тең 4 метрге. Ал арқалықтың ені бізде 3 метр, ал ұзындығы 2 метр. Сонда шешуі жалпы ауданды табу үшін аны Б-ға көбейтеміз. 9 4-ке көбейтсек 36 метр квадрат болады. Ал арқалықтың жаңағы ауданын табу үшін біз онда ұзындығы мен енін көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейтсек 6 метр квадрат болады. Енді мынау ақпен берілген жерді пайдалы аудан табу үшін біз жалпы ауданнан арқалық ауданды кішкентай бөлікті алып тастаймыз. Сонда 36-тан 6-ны алсақ 30 метр квадрат болады. Яғни жалпы ауданы сонда бізге 36 метр квадратқа тең, арқалық қойған жердің ауданы 6 метр квадратқа тең, ал пайдалы аудан бізде 30 метр квадратқа тең болады. Енді 8-ші есепке қарайық. Түйе мен жылқыға жүк артып келе жатқан жолаушы, егер жылқының үстіндегі бір қапты түйеге ауыстырсам, онда түйенің үстіндегі жүк жылқының үстіндегі жүктен 2 есе ауыр болады дейді. Ал егер түйедегі бір қапты жылқыға ауыстырсам, онда екеуінің жүгі тең деді. Әр жануардың үстіндегі қаптың саны 10-нан кем, бастапқыда әрбір жануардың үстінде қанша қап жүк болған дейді. Енді 10-нан кем дегенде біз жылқыны 5 қап, түйеде 7 қап деп алсақ, мысалы, жылқының үстіндегі бір қапты алып тастаймыз, сонда жылқыда 4 қап қалады. Одан кейін енді түйеге бір қапты қосамыз, сонда 8 болады. Енді 8-ді 4-ке бөлеміз, ауырлығын есептеу үшін, сонда 2-ге тең болады. Яғни түйенің үстіндегі жүк жылқының үстіндегіден 2 есе ауыр. Дұрыс. Енді екіншісінде біз түйенің үстіндегі бір жаңағы теңесу керек қой екеуі үшін. Сол үшін біз 7-ден 1-ді алып тастаймыз. Сонда түйеде 6 жүк қалады. Ал жылқыға біреуін қосамыз, сонда 6 болады. Енді яғни 6 мен 6 бізде теңеседі. Енді 9-ші есеп. Сұрақтарға жауап бер, тапсырманы орында дейді. Үшбұрыш қандай екі дөңгелектің арасына жасырылған, олардың радиусын өлшеп дәптеріңе сыз дейді. Сурет бойынша берілген көк түсті үшбұрыш арт жағы бойынша күлгін түсті, алды жағы бойынша сары түсті дөңгелектің арасына жасырылған. Енді екінші суретке қарайық, қандай фигураларды көріп тұрғаныңды жаз. Жасыл түсті фигуралардың арасына қандай фигуралар желімденген дейді. Бізде фигуралар, берілген фигуралар дөңгелек, шаршы және үшбұрыш. Жасыл фигураның алдында дөңгелек және үшбұрыш фигуралар бізде жасырынып, яғни желімденген. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін видеома лайк басып, міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер. Менің каналымнан сіздер сонымен қатар 4-ші сынып математика, 4-ші сынып қазақ тілі және 3-ші сынып математика пәндерінің тапсырмаларын бірге көріп орындай аласыздар.